Welcome to English with Жадыра. Сәлем достар, есімім Жадыра. Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі фразалық етістіктермен танысамыз. Фразалық етістіктер дегеніміз не? Фразалық етістіктер не үшін қажет және оларды қалай есте сақтауға болады деген сұрақтардың барлығына жауап беремін және 5 фразалық етістіктермен бөлісемін. Ал кеттік. Фразалық етістіктер деген не? Ол жай етістікке предлогтар мен үстеу қосындысынан жасалып, басқа мағынаны білдіретін сөздер. Мысалы, get up, come in, go on, және басқалары. Олар не үшін қажет деген сұраққа келетін болсақ, фильм, сериал, кітап, ауызша ағылшынды оларсыз меңгере алмайсыз. Әр жай етістіктің өзінің синоним фразалық етістігі болады. Және ағылшындықтар жай етістікке қарағанда өте жиі осы фразалық етістіктерді қолданады. Фразалық етістіктерді қалай жаттаймыз? Тек контекст арқылы. Өйткені фразалық етістіктер тура және ауыспалы мағына болып екіге бөлінеді. Мысал алатын болсақ, тура мағынадағы stand up фразалық етістігі stand тұру, up жоғары деген мағынаны білдіреді, және екеуі қосылып тұру деген мағынаны білдіреді. Ал make up деген сөзді алайық. Make stew, up жоғары. Make up бірақ фразалық етістік ретінде ойлап шығару, ойдан шығару деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да фразалық етістіктерді сіз өзіңіз контекст арқылы жаттағаныңыз жөн. Ал енді 5 фразалық етістіктерімізге тоқталайық. Біріншісі call for, талап ету. Employees called for their salary. Жұмысшылар өздерінің айлықтарын талап етті. Екіншісі go on, жалғастыру. Мысалы, my grandpa went on working until he was 98. Менің атам 98 жасына дейін жұмыс жасауды жалғастырды. Үшіншісі set up, ашу. Мысалы, he decided to set up his own business. Ол өзінің бизнесін ашуды шешті. Төртіншісі turn down, бас тарту. Мысалы, I turned down several job offers. Мен бірнеше жұмыс ұсыныстарынан бас тартты. Бесіншісі count on, сенім арту. Мысалы, Dina counts on her producer. Дина өзінің продюсеріне сенім артады. Бүгінгіге осы достар. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!